Өз вақытны ойнанлыққа узған уста. Йоқытывынден мужизе құртарған экспонаты. 100 ел sonra біле сырлы мынасыны ачыған иш. Музейі обир мемар үшін ваджиялах олған, башқасы үшін ісе үжрет. Оны Петр Бойцов яратқан, Амакуровны Владислав Городецкий бергенлер. Бүгін өтек санатны сақланылған бинасы дегілді, рухи медетінің чоқағыда. Яқ кетен, қара бейаз түслері, бірі-біріне яқынлашқан сабын фасқалардан кетен. Оның ады Тавус құшының көзу, ярыштырыжы земінге көрсетілген екі уфақ қафасы. Меркезінде есе құсырсыз, атлеті егіт, олемесіз қара костюмге киіндірген. Портрет, який зображує молодого, гарну людину. Яш гузель адамны tasvirленген ресім. Текаран мақсаткар адамны. Балабан гузель көзлер, біраз сұлық. Серджелерге санки юксектен бақа. На глядачів. Ресімдекі адам белі Украин ресам. Модернисті Всеволод Максимович. Иш Оз Максимовичнен яратылған ве Оз ресімі. Оның үшін ilk бақыштан анлаған табиятның ойлы айдын чізгелері айдейді гіллер. Бо у характері Максимовича була Чүнки Максимовичның табиятында ой сөзіне севдалық, бұл ресамның чоқ есерлерінің қараманларында дұрылған. Нарциссизм бар еді, ве оның Оз ресімде көріне. Егер ресімлерге диққатнен бақсақ, тек муалифның чізгілеріні дегілді, бұйық, фаджалы бір шейіні дуймаға мүмкін. Максимович өз ішінен не айтмаға істеді? Керчектен фаджалы бір шейіні яшаған мы? Яда өтек тесадух мы? Келечек модернист ресамы Всеволод Максимович 1894 сенеде Полтавада doğdu. Ресамлықның ilk дәрслеріні білі модернист ресам Иван Мясоедовдан алған. Ләкин оқу біраз өзгü шекілде кечейді. Він своїми колегами, товаришами із Кричевським, із Мясоєдовим, вони створили таку, як би зараз сказали, организацию. Oyst işdişlerinin dostlarının Krичевскийнен Мясоедовнен ilahlarının bakçası teşkilatını yarattılar. Onun tapınması antigıydı. O sanattır, felsefedir, nazikliktir, idealdır. Ve onlar antigini o eserlerde ve turmuş hayatta müracaat ettiler. Ilahlarının bakçasının iştirakçılar için adamın bedeni itibar ola. Onlar antik ilahlarına güzel ve korunlu mabudalarga uşamağa isteyler. Ivan Мясоедовның evinde kıyma gereksiz şey gibi sayıla. Poltavalı ilahlarının bakçası Всеволод Максимовичның gelecek hayatında esini kaldıra. Красота фізична, звідси красота духовна. Жесім güzelliği, мында да рухи güzelliği, мындан да yaşamağın avesligi, мында da öz felsefiliği ve kenede antikliği, aynen onun eserlerinin esas mevzusu olğan. З цього і почалося зображування Всеволода Максимовича. Bu resamның çok resimlerde görebilgen güzel atletik şekillerinin tasvir etevu Всеволод Максимовичнен ondan başlandı.
подивіться, які в нього прекрасні образи. Бақыңыз, онда насыл гүзел суретлер. Олар эпсы назиклер. Мында улебір жүлелі сызықлардыр. Мында абедейвилік, гүзеллік, ахлях, эстетика. Эпсы бұл оның эсерлеріндедір. Полтава велиетінден Всеволод Максимович Москваға кече. Мындау оқушны рисамлық мектебінің белі профессорның имарның Иван Реблетінің студиясында девам еті. Оның шақ есерлері бірі-бірінің артында пейда олалар. 1911-сінеде дүниеда өз ресімі пейда ола. Всеволод Максимович өз өзіні тәсверленген бір ресімі киянет олачақ іштір. Якась така от потусторонність. Оле бір санки башқа дүния, тылсымлы бір шей. Онда ве оның есерлерінде тапмаджа бар, одуюла. В його творах це відчувається. Москвада Максимовичке футурист достлары Макс Лағапны қойдылар. Москвада өтік санат ішіне дегелді, асыл зәділі аятына да қошыла. Ол көгіліні ве наркотиклеріні құлана. Ондан ғайыры Москваны бойсунмаға ғайысы, она ратлық бермей. 1913-сінеде Романовларының евінің 300 елығы қайдеділе. Бұл себептен Петербургта ве Москвада Русмели санатына бағышланған сергісі өткеріле. Анда Максимовичті іштірақ еті. Оның үшін онда о сергі ақында ғайысы пейдаула. Өз факырыны еріне кетірмеге тек барды 1914-сінеде ола біле. Оның әкенді сергісі азырлаған еді. Она о чоқ үміт беслейді. Өз есерлер үшін муафақиетні параны істейді. Ама бекленілген кеме олмады. Оның ресімлерге тінқыт қаршы олайды. О бекленілген кеме. Сергісі бұйық муафақиетні кетірмеген. Еркескелер көрер айтыр ки, о деадыр. Оны пек беклейді. Меценатлар ве топлайыcılar Максимовичнің ешбір есерні алмайлар. О сергінің тушыва қай ресамның кебіріне бұйық бір ұруф. Вақайыны оның апайы Надия Николаева мұшкулештіре. Надія Ніколаєва була якраз... Надия Николаева футуристлерінің тәшкілетіна кіреді. О шайыр олған еді. Она футуристлері ашы қолайдылер. Айны Велимир Хлебников ве Всеволод Максимович. Всеволод Максимович о севгілісіне екі ешіні бағышлай. Оларының бірісі масалы чаричесі. Анда Муалиф Николаевнаны да сверленген. Ама ярыны өз яқында тұтмаға о ярдым етмей. Фаджалы вақылар оның яш ресамның тағдырыны тайын еті. 1914-сінеде апрелін 23-сінде 20 яшында Всеволод Максимович өзіні өлдіре. 10 ел зейеді, неде Максимович, неде оның ресімлер ақында кемсі асылда қатырламай. Едек шахси мектуплерде оның достлары. Мен 1926-сінесі Москваға Украин тарихи Тарас Шевченко адына музейінің еждіші келе. Шынды есе о Милли бедей музейінде çalışа Федор Эрнест. Эрнст часто наезжал до Москвы. Эрнест Москваға сық келеді. Чүнки бедей яшайыш галереяларының сергелерінің сайысы чоқ. О авангардның вақыты. Асырның башлануы о заманда Русияда бедей медени вақаларнен бағлы яшайыш. Культурними, художними життя, тоді в Росії, скажімо так. Бедей бөлігінің башы олып, Русия музейлеріні зиярет етеді. О замандаки Ленинградны, Москваны ве андан Украин ресамларының мақсулатларыны кетіреді. Яни бедей бөлігінің топламыны чоқлашмақ үшін. Москвада болынға же Федор Эрнест Надия Николаева иле танышыла. Айнен о Максимовичның өз өлдірві себеплерінден бұры олған ресімлеріні көсеті. Бұтын вақыт девамында қадын өзінде оларыны сақлайды. Ама Максимовичның замандашларының арасында көмсейін қометлік еселмеген ресімлеріні Николаевға неге керек еділер? Муалифнен есе ихмал еткен.
Надія Ніколаєва – це була освічена людина, яка мала прекрасний блискучий Надия смак. Николаева тәсил алған адам еді. Оның зепқі яқшы еді, о эстет еді. О Максимовичның эсерлерінен танышқан сон, о вақытта біле, оларның қыметлігіні аңлайды. О керчек, істидатлы, кележекнен ресам олғанını аңлады. Художник з майбутнім. Вона мала вишуканий смак, вона розумілась в мистецтві, і вона по достоинству, по праву оцінила його твори. Надия Николаева Всеволод Максимовичның айдын мелігі ве қара шейтаны. Ресамның өміріні йоқ етмек, ама ресімлеріні құртармақ оның тағдыры еді. 10 ел зеді шах есерлі кетінлер өз вақытны беклей еділер. Федір Ернст, людина також Федор дуже Эрнест де освічена, тәсіл алған, эстетик, ақылы адам еді. О О bu есерлеріні көрген сон, олармен таныш олған сон, керчектен де айретте қалған. Федор Людвигович Надия Николаевадан эпсі ресімлеріні сатын алып, Киевге кетіре. Мында ватандашларны Полтавадыки Всеволод Максимовичен танышмаға умет еті. Ама озерзуну еріне кетірмеге ола білмей. Келечек жумартысы күнде сейір етіңіз. Всеволод Максимовичның эсерлері Совет үкіметінің хошуна неден келмегенлер. Ve onun için onlarını sergisinde göstermege olmaydı. Şah eserleri ketenlerini hükümet neden yok etmege isteydi. Onlarını Moskvaga, Zagorskaga alıp ketin yakmaga isteydiler. Ve Maksimovich adamlarını ne hakkında bildirmege isteydi. Тому що його твори це Onun eserleri kodlar, şifrler, gizlilik. якась потусторонність.